Баршаңызға қайырлы күн. Құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге баклажаннан өзі 5 минутта дайын болатын оңай салат жасап көрсететін боламын. Егер де жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттарымыздың барлығын жақсылап жуып аламыз. Енді бірінші баклажанды осылай тураймыз. Әр бөлігіміз осындай болуы қажет. Бәрін бірдей турап болған соң ыдысымызға салып, үстіне салқын су құйып, 15-20 минутқа қойып аламыз. Помидорымызды да дәл осы видеодағыдай етіп турап аламыз. Одан соң чесногымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Бұл салатымызға тек қана укроп қажет болады. Осылай ұсақтап турап алыңыздар. Доскамыздың бетіне осылай қағаз сүлгіні жайып, баклажанымызды осылай тізіп шығамыз. Баклажанды қуырып алатын болғандықтан осылай тізіп шығып, бетінде қағаз сүлгімен осылай кептіріп алыңыздар. Орташа қызып тұрған майға баклажандарымызды қызарғанша қуырып аламыз. Осылай бір беті қызарғанда екінші жағына аударып, қызарғанша қуырып алыңыздар. Енді осындай бір бөлек ыдысқа баклажанымызды бірінші осылай рет-ретімен тізіп шығып, үстіне тұз, чеснок, укробымызды сеуіп аламыз. Мен бұл жерде бірінші чеснокты сепкен екенмін. Негізі тұзды сеуіп алуыңыз қажет. Одан соң укробымызды, чесногымызды сеуіміз керек. Бірінші қатар болған соң, екінші қатарына помидорды дәл осылай рет-ретімен қойып шығамыз. Одан соң үстіне тұзды, укропты, чеснокты тағы да сеуіп шығамыз. Егер де осы рецепт ұнап жатса, осындай қазақ тілді каналдың дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінеки барлығын рет-ретімен қойып болған соң, осындай бетін жауып, енді холодильникте 2 сағатқа қойып аламыз. Мінеки салатымыз дайын болды. Енді осылай ашып, тарелкамызға салып аламыз. Осылай вилканың көмегімен салаттарымызды осылай алсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Өзінің суы шығып, дәмі керемет болып шығады. Артық қоспасы жоқ, оңай салатымыз өте аз уақыт ішінде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дастарханыңызда өте әдемі болып тұратынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.